құрметті көрермендер, кезекті лицей тынысы атты апта жаңалықтар топтамасын бастаймыз. Бүгінгі жаңалықтар топтамасынан көретіндеріңіз: ұбт-ға дайындық, Абай ұлы тұлға, жас келсе іске, тылсым жерлер айдары. Мектебімізде апта сайын сәрсенбі күндері алтын белгі төс белгісімен үздік аттестатқа үміткерлер әкімшілік тарапынан ұбт-ға әзірлік сынама тестке отырғызылады. Сынама тест материалдары Нұр-Сұлтан қаласының 5+ ұбт-ға әзірлеу орталығынан тапсырыс арқылы алынып отырылады. Оқушылар сынама тесті 3,5 сағат тапсырады және де осы уақытта барлық санитарлық нормалар сақталады. Тестлеу парақшалары толтырылғаннан кейін 5+ орталығына сканерлеу арқылы жіберіліп, қорытындысы орталықтан келеді. Абай ақын, Абай дана, қазақтың ортақ мақтанышына айналған халқымыздың ұлы перзенті, ақын, философ, ғұлама Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай мемлекетшілік және де халықаралық деңгейде, соның ішінде ЮНЕСКО аясында ауқымды шаралар басталып кетті. Біздің де мектебімізде абайтану таңдау курсы бойынша жоспарға сай білім беріліп, ақынның шығармаларынан үзінділер жатталып, әндер шырқалуда. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, тәтіп ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы, сондай соны білген адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін естіп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік өзі жеке іске жарамайды. Сол естіліктерден есініп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Ертеңі болып саналатын жастардың қоғамда алатын орны ерекше. Алғырда парасатты, білімді, жаңашылдыққа бейім жастардың мектеп өміріне араласуы құптарлық та қуантарлық іс. Мектебімізде жас мамандар саны артып келеді. Желтоқсанның 11 күні жас мамандарға арналып қашықтықтан оқыту барысында БЖБ мен ТЖБ тапсырмаларын әзірлеу тақырыбында коучинг өткізді. Коучинг өте жоғары дәрежеде өткізілді. Шара барысында тапсырмаларды әзірлеуде туындайтын қиыншылықтарды шешу жолына байланысты түрлі кеңестер берілді. Менің жас көрермендерім, бүгінгі менің алайын деп отырған тақырыбым Алтын Емел қорығында орналасқан Айғайғым, әнші тау деп те аталады. Бұл жақта ауа райына байланысты жел соққан кезде сырнайдың үнді дауыстары шығады екен. Осыған қызыққан туристер мен жолаушылар осы Айғайғымға көптеп келеді. Бұның екі жолы бар екен. Біріншісі ауа райына байланысты болса, екіншісі Алланың құдіретінен қашқан шайтан осы құмға келіп тығылған деседі. Ал енді мұны биіктігі 150 метр, ені 3 километр, ұзындығы 8 километр болатын Айғайғымның өте бір кереметшілігі, ол әртүрлі жел және соққан желге қарамастан тек қана бір орында ғана қозғалып тұрады екен. Бұның бәрі ғалымдарға да, бүкіл адамзатқа да өте таңсық жағдай болып тұрған шығар. Және де біз білеміз, әртүрлі жел соққан кезде құмдар әр жерге бір тұрады. Ал бұл Айғайғым тек қана бір орында ғана тұрады екен. Ал енді міне менің мәліметтеріме сүйенетін болсақ, осы видеода көріп отқандарыңыздай Айғайғымның неге осындай екені көз жеткіземіз. Біз Айғайқұм жайындағы бейне көрінісімізді бірге тамашалайық. Айғайқұм Алматыдан 250 шақырым қашықтықта әйгілі Алтын Емел ұлттық қорығында орналасқан. Ән салып тұратын мұндай құм әлемнің 6 елінде ғана бар көрінеді. Алтын Емел ұлттық қорығы кезінде Шоқан Уәлихановтың Қашқарияға сапарында пана болған. Тастақ далалы жерде құмды таулардың болуы расында таңғаларлық құбылыс. Ауа райы ашық күндері биіктігі
150 метрлік құм таудың басына шыққанда реактивті ұшақтың гүріліне ұқсайтын дыбыс естіліп тұрады. Құмның айғай-құм немесе әнші құм аталуы да содан. Биіктігі 150 метр, ұзындығы 8, ені 3 шақырым болатын төбеден әр түрлі үн шығып тұрады. Ол бірнеше шақырымға еркін жетеді. Әрине танысық жер болғандықтан сіздерге өте қызық болып тұрған шығар бұл жер. Және де өзім де барып көрмегендіктен, барған адамдардың сөзінен естігенше, ояқта жүрген сайын әртүрлі дауыстар шығады екен. Тіпті жылаған да дауыстар көптеп кездеседі. Енді осы тақырыбымызды тәмамдай келген кезде адамзат абай болыңыздар. Бұндай жерлердің өте көп ашылмаған сырлары көп болуы мүмкін. Бұяқта тіпті батып кетуіңіз де және де тіпті өзіңіздің есіңізді жоғалтып болуыңыз да мүмкін. Бүгінгі менің тақырыбым аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Көрермендер, лицей тынысы атты апта жаңалықтар топтамасы әзірлеген жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.